Армысыз, есім Руслан Меделбек. Бүгінгі видеомда мен сіздерге Америкаға, ақш-қа 10 жылдық туристік визаны қалай алуға болатынын түсіндіремін. Қандай құжат керек, қалай тапсырамыз, төлемі қанша, қай кезде визаны алуға болады, қай кезде елшілік визадан отказ береді. Осы сауалдарға толығырақ жауап берейін. Алдымен менің YouTube каналыма жазылып алыңыз. Алдағы уақытта басқа елдерге виза алу, басқа елдерге көшу, жұмыс табу шетелден, Еуропадан жұмыс табу, Дубайдан жұмыс табу, және шетелде оқу, green card алу, work and travel мен Америкаға жұмыс істеуге бару сынды осы мәселелерге қатысты көптеген видеолар жариялаймын, және өзім барған елдерден түрлі travel блогтар жариялаймын. Сонда менің YouTube каналыма жазылып алыңыз. Ал қазір Америкаға 10 жылдық визаны қалай аламыз? Осы сауалдарға кеңірек жауап берейін. Ендеше видеомды бастайық. Американың визасы негізінен екіге бөлінеді. Біріншісі иммиграциялық виза және иммиграциялық емес виза. Иммиграциялық виза дегеніміз ол Америкаға толыққанды көшіп баруға, сол жақта ұзақ уақыт тұруға және жұмыс істеуге мүмкіндік беретін визаны біз иммиграциялық виза дейміз. Ал иммиграциялық емес виза, яғни ол тек туристік виза, Америкаға қыдырып баруға ғана мүмкіндік беретін визаны біз осы иммиграциялық емес виза дейміз. Жалпы қарапайым тілмен айтқанда туристік виза. Америка туристік визаға В деген код берген. В деген коды бар виза алсаңыз, яғни ол тек туристік виза деген сөз. Жалпы Қазақстан азаматтарына Америка 10 жылға туристік виза береді. 10 жылдық визамен сіз жыл сайын 10 жыл бойы Америкаға жиі барып тұра аласыз. Яғни 6 ай баруға болады. 6 айдан кейін Америкадан шығып кету керек. Бұл туралы видеомның соңына таман толығырақ түсіндіремін. Туристік визамен жұмыс істей алмайсыз. Америкада 10 жыл бойы тұра алмайсыз. Тек қана қыдыруға, Америкаға саяхаттауға ғана мүмкіндігіңіз бар. Жалпы жұртты көп мазалайтын сұрақтардың бірі Американың визасын алу оңай ма? Американың визасын алу өте қиын. Өте қиын. ақш визаға сараң ел. Жалпы Американың мемлекеттік департаментінің ресми сайтындағы статистикаға қарасақ, Қазақстан азаматтарының, жалпы визаға тапсырған Қазақстан азаматтарының 47-34% көбінесе отказ алады. Яғни Америка визаға тапсырған қазақстандықтардың 47-34%-на виза бермейді. Осыны ескеру керек. Осы цифрдің өзінен ақ Американың визасын алу оңай ма, қиын ба деген сұраққа жауапты көруге болады осы цифрдің өзінен. Енді Американың визасын алу үшін қандай құжаттар керек? Құжат, мысалы Шенген визаға құжат өте көп керек. Салыстырмалы түрде алғанда Американың визасымен салыстырмалы түрде алғанда виза Еуропаның Шенген визасына құжат біраз жинайсыз, бірақ Шенген виза алу оңай. Шенген виза туралы менің YouTube каналымда видео бар. Осы видеодан кейін сонда көріп шықсаңыз болады. Ол видеоны міне осы видеомның төбесіне қойып қоямын. Осы видеодан кейін Шенген виза туралы видеомды көріп шықсаңыз болады. Сонымен Американың визасына қандай құжаттар керек? Осы сауалға жауап берейін. Американың визасына тапсырарда ең керекті құжат ол сіздің көк паспортыңыз. Көк паспорт міндетті. Одан кейін екіншісі DC-160 деген форманы толтыру. Бұл формада негізінен ең шешуші рөл атқаратын осы құжат, яғни DC-160 формасы. Бұл формада өте көп сұрақтар бар. Сіздің жеке басыңызға қатысты өте көп сұрақтар бар. Ол форманы мына сайттан таба аласыз. Осы сайттан кіріп толтыру керек. DC формадан бөлек $160 консулдық төлемді жасау керек, яғни $160 төлеу керек визаға. Қазір осы видео жазылып жатқан кезде, яғни 2022 жылдың ақпанында бұл консулдық төлем $160 болып тұр.
бірақ қазір ақш үкіметі визаға, яғни туристік визаның төлемін $245 өсіруді, қымбаттатуды қарастырып жатыр. Бірақ әзірге қымбаттатқан жоқ, бірақ алдағы уақытта қымбаттауы да мүмкін, қымбаттамауы да мүмкін. Оны енді уақыт көрсетеді. Одан кейін 5-5 фото, яғни Шенген визаға немесе басқа елдердің визасына біз құжат тапсырған кезде 3-4 фото тапсырамыз, бірақ Американың визасына 5-5 фото керек. Кез келген ірі фотосалонға барып, Американың визасына қажетті фото жасап бер десеңіз, жасап береді. Ірі фотосалондар қандай форматта жасау керектігін, қандай фонда қалай фото жасап беру керектігін біледі. Айтпақшы ұмытып кетіппін, жаңа консулдық төлем $160 Халық банкке барып төлейсіз. Халық банктың кез келген филиалына барып, Американың визасына төлем жасаймын деп айтсаңыз, сол жердегі кассаға төлеп, сізге кассадағы мамандар, кассирлер немесе банктегі менеджерлер сізге төлем жасалды деген арнайы анықтама қағаз шығарып береді. Консулдық төлемді елшілікте немесе консулдықта емес, міндетті түрде Халық банкте төлеуіңіз керек. Осыны ескеріңіз. Енді жаңа айттым ғой, DC форма туралы, DC форма, DC 160 формасы өте маңызды. Бұл жерде тағы да қайталап айтамын, мына сайтқа кіріп толтырасыздар. Бұл жерде сіздің жеке басыңызға қатысты бүкіл деректер, паспортыңыз, тіпті әлеуметтік желідегі парақшаларыңыз, Инстаграмыңыз, Фейсбугыңыз, барлығын осы жерге көрсетуіңіз керек. Алматыда, яғни Қазақстанда тұратын мекен жайыңыз, фотоңызды да бұл жерге жүктейсіз. Не үшін бара жатсыз, кіммен бара жатсыз, не мақсатпен бара жатсыз, отбасыңыз, ата-анаңыз, жұмысыңыз, оқуыңыз, сотталған, сотталмағаныңыз, осыған дейін қандай да бір жауапқа тартылған, тартылмағаныңыз, барлығын жазасыз. Өте көп сұрақ, мұқият түрде толтыру керек. Толтыруға шамамен бір жарым 2 сағаттай уақыт кетуі мүмкін. Алдағы уақытта DC 160 формасын қалай толтыруға болатыны туралы да видео жариялаймын. Бірақ бүгін алдымен біз виза туралы толық түсініп алуымыз керек. DC форма өте маңызды, сондықтан оны толтырған кезде өте мұқият болыңыз. Өйткені DC 160 формасы виза берерде шешуші рөл атқарады. Ешқашан өтірік жазбаңыз. Егер өтірігіңіз шығып қалса, мысалы жұмысқа қатысты өтірік компанияны тіркеп, өтірік жалақыңызды көрсетіп, барлығын өтірік жазсаңыз, алдағы уақытта өтірігіңіз шығып қалса бірден отказ болады, және сіз базаға өтірік айтқан адам ретінде кіресіз де, одан кейін виза алуыңыз өте қиын болады. Немесе жаңағы кейбір кезде DC 160 формасын агенттіктерге, басқа бір компанияларға да толтыртуыңыз мүмкін. Олар сіздің орныңызға бір өтірік жұмысты жасауы мүмкін. Ол кезде де өте сақ болыңыз. Жалпы кез келген құжатқа тапсырған кезде агенттікпен болсын, өзіңіз болсын, құжатқа өте мұқият қараңыз. Әсіресе осы DC 160 формасына өте мұқият қарағаныңыз дұрыс. Негізгі ең маңызды құжаттар осы. Бұған қоса сізден виза офицері жұмысыңыздан анықтама және айлық табысыңызды сұрауы мүмкін. Қосымша отбасыңыз туралы деректер, үйіңіздің бары жоғы, көлігіңіздің бары жоғы туралы құжаттар сұрауы мүмкін, бірақ міндетті құжаттардың тізіміне енбейді. Офицер кейде сұрап қалуы мүмкін, немесе сұрамауы мүмкін. Бірақ жұмыс туралы, жұмыстан анықтамаңыз және табысыңыз туралы анықтаманы өзіңізбен бірге алып баруыңыз керек. Американың визасын тапсырған кезде отельдің броны, ұшақтың броны, медсақтандыруды өткізудің қажеті жоқ. Одан кейін қосымша сізден қайда барасыз, не үшін бара жатсыз, қай қалаларға барып қыдырмақшысыз, неше күн қыдырмақшысыз, осының барлығын сұрауы мүмкін. Егер шынымен қыдыруға бара жатсаңыз, барлығын сасқалақтамай нақты айтыңыз. Қандай да бір көзіңізден өтірік айту, сасқалақтау болса, бірінсе бірден отказ береді. Жалпы 10 жылдық виза алып, Америкаға жұмыс істеуге барайын деп тұрған адамды виза офицері бірден анықтап қояды.
осыны ескеріңіз. Жалпы виза офицерлері өте қағылез, әккі адамдар, тәжірибесі мол. Сондықтан олар әр келген тапсырып тұрған адамға бұл Америкаға барып жұмыс істегелі тұр, Америкаға қалайын деп тұр деп қарайды. Қыдырайын деп бара жатыр, бұл шынымен турист деп қарамайды. Бұл адам Америкаға барып қалып қалайын деп тұр. Сондықтан бұны өте қатты тексеру керек деп жіті қадағалайды, жіті қарайды. Бұл олардың міндеті әрі жұмысы. DC форма толтырғаннан кейін сізге код береді. Сол кодты шығарып алуыңыз керек. Және DC форманы компьютеріңізге жүктеп алып, принтерден шығарып, кодты және DC форманы елшілікке құжат тапсыруға барарда алып бару керек. Яғни сіздің қолыңызда паспортыңыз, DC 160 формасы, визаның төлемі жасалған туралы Халық банктен анықтама, 5-5 фото, және мына сайт арқылы елшілікке бармас бұрын интервьюге тіркелуіңіз керек. Интервьюге сол жерге бұл сайтқа кіргеннен кейін, бүкіл деректеріңізді енгізгеннен кейін сізге күнтізбені ұсынады. Күнтізбедегі бос күнді таңдап, елшілікке интервьюге жазыласыз. Сол интервьюға барған кезде осы құжаттарыңызды өзіңізбен апарасыз. Қосымша тағы қайталап айтамын, жұмыстан анықтама және жалақыңыз туралы анықтаманы алып баруыңыз керек, табысыңыз туралы. Қандай да бір өзіңіздің жеке ИП-іңіз болса, яғни жеке кәсібіңіз болса, бизнесіңіз болса, сондағы табысыңыз қанша, ай сайын қанша салық төледіңіз, ол туралы да құжаттарды өзіңізбен бірге алып барғаныңыз дұрыс. Көп адам интервьюдан қорқады. Маған келетін сұрақтардың көбі интервью ағылшын тілінде бола ма деген сұрақ. Ағылшын тілінде білсеңіз, ағылшын тілінде жауап берсеңіз болады, білмесеңіз, орысша жауап берсеңіз болады. Өйткені ақш консулдығындағы, ақштың елшілігіндегі виза офицерлердің көбі, Қазақстанда жұмыс істейтін виза офицерлердің көбі орысша біледі. Сондықтан орысшада жауап берсеңіз болады. Ағылшын тілін білу маңызды емес. Интервью аса қатты қорқынышты емес. Егер өзіңізге сенімді болсаңыз, шынымен қыдырайын деп тұрсаңыз Америкаға, шынымен мақсатыңыз қыдыру болса, ешқандайдың да қорқудың қажет жоқ. Жалпы мен тапсырған кезде, Американың визасын тапсырған кезде мендегі интервью шамамен 3-4 минутқа ғана созылды. Бір адамға офицер максимум 5 минут арнайды. 5 минут қана арнайды. 5 минуттың ішінде барлығы белгілі болады. Сол жерде бірден отказ беру мүмкін. Егер паспортыңызды алып қалса, онда виза алуға шанс бар деген сөз. Ал сол жерде бірден сізге визаға отказ берсе, онда виза жоқ деген сөз. Америкаға визаға тапсырарда қандай факторлер негізгі рөл ойнайды? Оның біріншісі жұмыс. Жұмыс. Яғни тұрақты жұмысыңыз болса, жақсы жалақыңыз болса, виза офицері сізге Америкаға 10 жылдық визаны беруі мүмкін. Жұмысы жоқ адам, табысы жоқ адамға виза беруі екіталай. Себебі виза офицері ойлайды, бұл қазір Американың визасын алып, Америкаға барып жұмыс істейін деп тұр. Сол жақта қалып қалайын деп тұр деп күдіктенеді де сізге виза бермейді. Сондықтан ең маңыздысы жұмыс. Студенттер, оқуды енді ғана бітірген адамдар, әлі карьерасын бастамаған адамдарға виза алу өте қиын. Әрине виза беру мүмкін, бірақ өте қиын. Екіншісі, ол сіздің жалақыңыз, тағы қайталап айтамын. Жалақының көлемі шамамен 350 мың, 400 мың теңге болу керек. 150 мың теңге табатын, 100 мың теңге, 200 мың теңгелік жалақы ретінде көрсетсеңіз, виза алу өте қиын болады. Себебі тағы да виза берейін деп жатқан адам, америкалық виза офицері, айлық табысы аз, жұмысы нашар, бұл адам Америкаға барып қалып қалайын деп тұр, сол жерде жұмыс істейін деп тұр деген күдік болады да визадан отказ береді. Тағы бір ең үлкен фактордың бірі ол басқа елдерге саяхатыңыз. Түркияға, Ресейге, Қырғызстанға барып кеткен саяхаттар есептелмейді. Қымбат елдерге, мысалы Европаға бірнеше рет барып қайтқаныңыз. Дубайға, Қытайға, Жапонияға, Кореяға, Малайзияға, Австралияға, Канадаға, Ұлыбританияға, Швейцарияға мысалы, немесе
Скандинавия елдеріне барып қайтқан адамдарға ақш виза береді. Себебі бұл адам шынымен де саяхаттап жүр, шынымен де саяхаттайтын адам деген ол адамда сондай көзқарас қалыптасады. Яғни осыған дейінгі негізгі елдерге барып тастады, енді барғысы келетін ел ақш. Демек бұл адамға біз виза берейік деген ойға келеді де, көп саяхаттаған адамға виза алу жеңілдейді. Өз басым менің паспортымда шамамен 6 шенген виза және тағы да 4-5 елге барып қайтқан, барып сошта қыдырып қайтқан, саяхаттап қайтқан туралы мен паспортымда мөрлер болды. Сондықтан мен сенімді болдым алатыныма, және маған виза берді Америка. Негізінен жаңағы сол менің басқа елдерге көп саяхаттағаным, шыққаным Америкаға визаға тапсырған кезде үлкен рөл ойнаса керек. Сондықтан жұмыс, жалақы, жақсы карьера және басқа елдерге саяхаттарыңыз Америкаға виза алғанда шешуші рөл атқарады. Интервьюда DC-160 формасын толтырған кезде қашанда тек шын мәліметтерді айтыңыз, шын мәліметтерді жазыңыз. Бұл өте маңызды. Егер алда-жалда сіздің алдап тұрғаныңыз біліп қойса, бірден отказ береді. Ал Американың визасынан бір рет отказ алған адам қайтадан екінші рет, үшінші рет тапсырса да отказ ала беру мүмкін. Өте жаман характеристика бір рет түсетін болса, бір рет отказ алсаңыз, екінші, үшінші рет тапсырсаңыз да сізге шамамен отказ болады. Сондықтан Американың визасына тапсырар кезде өте абай болу керек. Бүкіл өзіңізге жақсы резюме жасауыңыз керек. Өзіңіз үшін жұмыс, карьера, жақсы жалақы, басқа елдерге саяхат. Бұл осы негізгі факторлар болмаса, виза алу өте қиын, тағы қайталап айтамын. Одан кейін тағы бір ескерер жайт, виза алғаннан кейін сіз Америкаға кіруіңізге ешқандай кепілдік жоқ. Виза алдым, бітті, мен Америкаға толыққанды 100% кірем дегенді білдірмейді. Сіз визаңызды алдыңыз Қазақстаннан, 10 жылдық визаңызды алдыңыз. Сіз Америкада, мысалы, Нью-Йорк қаласына қондыңыз дейік, әуежайда сізді офицер тексереді. Сол жерде тағы сұрайды: не мақсатпен келдің, не үшін келдің, қайда бара жатсың, қайда барасың деген сияқты бірнеше сұрақ қояды. Егер анкетаңыздағы, ол анкетаны ашып көреді ғой, анкетаңыздағы деректермен сіздің айтып тұрған деректеріңіз қабыспайтын болса, онда сізді екінші рет қайта тексеруге жібереді. Сол жерде аэропорттың ішінде қайтадан бір бөлме бар, сол жерде сізді басқа офицерлер тергейді. Неге сенің анкетаңда былай жазылған, енді неге былай айтып тұрсың деген сияқты өте көп сұрақтар қою мүмкін. Егер сіз оларға сенімді жауап бере алмасаңыз, олар сіздің айтқаныңызға сенбейтін болса, күмәнданатын болса, ертеңінде сізді Америкадан депортациялайды. Америкадан депортациялау дегеніміз ол 10 жылға қайтадан Америкаға кіре алмайсыз деген сөз. Яғни, сондықтан әрбір құжатқа, әрбір жазғаныңызға, әрбір сөзіңізге өте абай болу керек. Америка Қазақстан азаматтарына визаны 10 жылға береді. Яғни 10 жылдың ішінде сіз 1 жылдың ішінде тек 6 ай ғана Америкада жүре аласыз, 6 ай Қазақстанға шығып кетуіңіз керек. Бірақ мына 6 айдың өзінде, мысалы, көп 6 ай жүрсеңіз, 6 айдан кейін шығып, қайтадан қайтып келіп тұрсаңыз, сізге көп сұрақ қояды. Себебі не үшін 6 ай бойы Америкада қыдырдың? Жұмысың жоқ па? Не істеп 6 ай бойы сен бұл жерде не істеп жүрдің? Ақшаны қайдан таптың? Сені Қазақстанда жаңағы жұмысың іздемей ма? Не үшін 6 ай жүрдің деген көптеген сұрақтар қояды. Бір мысал айтайын, бір танысым 10 жылдық виза алды Америкаға, бірінші рет барып 6 ай жүрді де, 6 айдан кейін шығып Қазақстанға қайтып келді. Екінші рет барғаннан кейін тағы 6 ай жүріп, қайтадан Қазақстанға қайтып келді. Үшінші рет қайтадан 6 айға Америкаға барам деген кезде оны аэропорттан қайтадан депортациялау жерді. Қазір оның 10 жылдық визасын жойды. Себебі не үшін қайта-қайта 6 айға келе бересің? 6 ай бойы Америкада бір адам қыдыруы мүмкін емес деген уәж айтқан екен. Сондықтан Америкаға 10 жылдық виза алсаңыз, шынымен
қыдыруға бір 10-15 күнге, максимум 1 айға барыңыз да қайтадан шығыңыз. Себебі 6 ай жүрсеңіз, ол жақта қалып қойсаңыз, ұсталсаңыз, елге депортацияланасыз және қайтадан Америкаға жол жабылады. Осыны ескеріңіз. Міне осы мен Америкаға визаны қалай алуға болады деген видеом тәмам. Менің YouTube каналымда Шенген виза қалай алуға болады, қай елдерге визасыз баруға болады, қай елге 150 000 теңгеге баруға болады, Түркияға қалай баруға болады, Египетке қалай баруға болады сияқты көптеген видеоларым бар. Соларды қарай отырыңыз. YouTube каналыма жазылыңыз. Алдағы уақытта әлі де қызықты видеолар жариялаймын. Сау саламатта болыңыздар.